бізге үлкендер тырнақтарыңды тістемеңдер деп айтады. Неге екенін білесіңдер ме? Ал онда тыңдаңдар. Ертеде бір кедей бопты. Шайыңбен десе де баймапты. Қарны тойса қуанады екен. Бір күні Мұхаммед пайғамбарға жолығу үшін Мәдина қаласына аттаныпты. Пайғамбарға келіп былай деп сұрапты: "О Тәңірдің елшісі, мен жармай-ақ қойдым. Қанша жұмыс істесем де далаға кетемін. Соның себебі неде?" дейді. Осыны айтып тұрып тырнағын тістейді. Сонда пайғамбар былай депті: "Құдай сенің ақыңды жемейді. Саған берекке қонғысы келеді. Бірақ сен тырнағыңды тістеп оны шошытасың." Жігіт бәрін түсініп тырнағын тістемейтін болыпты. Енді біз де ешқашан тырнағымызды тістемейміз, иә досым? Досым, саған менің әңгімелерім ұнаса, лайк бас, достарыңмен бөліс. Мен саған келесі жолы тағы қызық әңгімелер айтып берем. Ескенше білімді бол өсейік.